Еңбектейміз, өргешіміз. Олар кесе бұқып келеді деген бар. Көке, апа, қалдарыңыз қалай? Ауыл аман есен ма? Астан ауып отырыңыздар. Шүкір, рахмет айналайын, бақыт бол. Көстен алында мынау ыстан қалған толық елден. Дастарханды байлығын берсін, денің саулығын берсін. Отбасымыз аман болсын, дастарханымызға ынтымақ береке мол болсын. Жақсы азамат болып өссін деп, елдің қамқоры болсын деп, азамат бол, өркенің өссін. Рахмет, ата. Өзінің сүйікті халқымыздың тамаша, өсиетті, өркенді, қасиетті қызы болсын деп. Бақытты болмаған. Ал айналайын келін, мынау бізге арнайы соғына сыбағасып, дастархан жайып, қонақ етіп жатқаныңа көп рахмет. Айтпақшы, бүгін мен жаңағы өзім осы үйдегі тұңғыш немерем Талғатжанның келіншегіне арнап шәйілермен көп бересің. Кішкене ғана бітпей қалды. Қазір соны мен өзім аяқтап та астан кейін өзіңе тапсырып кетейін. Құда қаласа осы шаңырақта Талғатжанның үлкен келін түсіру тойына келейік. Аумин, апа. Қазір әмин үшін кеше түнде қасымда отырып кішкене соны жасағанбыз. Біз ісіміз аяқталмай қалды. Бүгін енді асыл салып келдім. Қазір аяқтап, соны әйтеуір тілектес болып тұрады ғой. Соны тілекші болып, құрақ көрпешеміз кішкене келінге даяр болып тұрсын деген бір ойым бар еді өзімнің. Ынтымақ береке мол болсын. Қызылорда облысында Жүйретам деген станция бар. Соның қасында Қобыз атаның үлкен күмбезі бар. Барғанда үш жағынан сайрап тұрады. Bir жағынан ән шығады, бір жағынан жыр шығады, бір жағынан күй шығады. Үлкен атамыз, сол Қобыз атамыздың атында үлкен Қызылорда қаласында университет бар.